Сәлеметсіздер ме? Мен Амангелді Мөлдір. Бүгін бізде тәжірибе жасаймыз. Бірінші біз күріш, макарон және сәбізге йод тамызамыз. Күріш пен макарон қара түске өзгереді. Бұл олардың құрамында крахмал бар екенін дәлелдейді. Сәбіздің түсі қатты өзгерген жоқ, яғни ода крахмал аз. Ал бұл біздің екінші тәжірибеміз. Бірінші алдымен сумен майды стаканға құйып көреміз. Көріп отқаныңыздай май су үстінде қалқып тұр, себебі май судан жеңіл және олар араласпайды. Бұл біздің үшінші тәжірибеміз, яғни қантты қыздырғанда ол алдымен ериді. Бұл біздің оның құрамында көміртек бар екенін анықтайды. Оны қыздырғанда қара күйі қалады.